Шешендік сөздің жанрлық түрлері. Шешендік арнау. Өмірдегі сан алуан оқиғаларға сай түрлі мазмұнда айтылатын шешендік сөздер. Оларға шешендік бата, тілек сөз, көңіл жұбатарлық сөз, ақыл насихат тағы басқа жатады. Мысалы, Жәнібек батырға соқыр абыз айтқан арнау бата, Байдалы бидің уәли айханымға айтқаны, бөлтірік шешеннің сөздері тағы басқа жатады. Шешендік толғау. Айтушының әлеуметтік мәселелерге өзіндік көзқарасын көрсететін сөз. Шешендік толғаулар мақал-мәтел, сұрақ-жауап, шешендік нақыл, қанатты сөз, жұмбақ, мысал түрінде айтылады. Мысалы, Асан Қайғының толғаулары, Мүңкей бидің толғауы, бұ дүниеден не өлмейді тағы басқа. Шешендік дау. Шешендік дау айтушының халық арасындағы түрлі даулы мәселелерді реттейтін ежелгі әдет, заңы. Шешендік дау мазмұнына қарай жер дауы, жесір дауы, құн дауы және ар дауы болып бөлінеді.